Саламатсыздар ма? Бүгін біз күрделі функцияның туынды деген тақырыпты өтеміз. Біз мына жерде мынау негізгі таблицалық функциялардың туындысы, осы туындыларды пайдаланып, мектептегі туындылардан қиынырақ туындылардың туындысын алуға, функциялардың туындысын алуға шығарайық. Бірінші есеп, мына есепті қарайық. Бізде мына функция, бұл ең қарапайым функция. 6 бөлінген x-тің 4 дәрежесі минус 3 бөлінген x плюс 3x куб минус түбірасты x жеті. Біз бұны бірінші түрлендіріп алайық, өзімізге ыңғайлы. 6x-тің минус 4 дәрежесі минус 3x-тің минус 1 дәрежесі плюс 3x куб минус x түбір болғандықтан бұны 2-ден 7 деп алуға болады. Енді осының туындысын табайық, y'. Бұл минус 4 алдына түседі, минус 24. Мынау минус 1, x-тің минус 5 дәрежесі. Мына жерде плюс 3, x-тің минус 2 дәрежесі, минус плюс болады. Плюс 9x квадрат, минус 2-ден 7, на формула бойынша альфа алдына түседі. Одан кейін x-тің, надан бірді алсақ, 2-ден 5. 2-ден 5. 2-ден 2-ні аламыз ғой. Бұны түрлендіріп жазсақ, минус 24 бөлінген x-тің 5 дәрежесі, плюс 3 бөлінген x квадрат, плюс 9x квадрат, минус 2-ден 7, мұнау екінші дәрежелі, мұнан бұлай алуға болады. 2-ден 5 дәрежесі деген, x-тің 2-ден 5 дәрежесі деген. Ол дегеніміз, бұны түбірге алатын болсаңдар, екінші дәрежелі түбір, x-тің 4 дәрежесі көбейту x деп алуға болады. 5 болады. Бұдан x квадрат шығады, түбір асты x деп жазуға болады. Сол кезде мұнау дегеніміз, мұнау. Бізде x квадрат түбір асты x. Енді келесі функцияның туындысын табайық. Мына функцияның туындысын табайық. Мынау екінші есеп, мынау бірінші есеп. Мынау екінші есеп. Y тең үшінші дәрежелі түбір x минус 1-дің 5 дәрежесі плюс 5-ші дәрежелі 2x квадрат минус 4x плюс 7. Еннан бірінші түрлендіріп алайық. Мынау x минус 1-дің 3-ден 5 дәрежесі плюс 5 көбейтілген 2x квадрат минус 4x плюс 7-нің минус 1 дәрежесі. Сол кезде y' тең. Мынау 3-ден 5 алдына түседі. 3-ден 5 алдына түседі. Бұл x минус 1-ден 3-ден 5-тен 1-ді алып тастайтын болсақ, ол болады 3-ден 2. 3-ден 2. Мынау минус 1 алдына түседі. Минус 5 2x квадрат минус 4x плюс 7-нің минус 2 дәрежесі. Еще мынау ішінің туындысы. 2x квадрат минус 4x плюс 7-нің туындысы. Тең. Мынаны дұрыстап реттеп жазатын болсақ, бұл дегеніміз 3-ден 5. Үшінші дәрежелі түбір x минус 1-дің квадраты минус 5. Мына жердің астына түседі. 2x квадрат минус 4x плюс 7-нің квадраты. Мұның туындысы 4x минус 4. Осылай болады. Ашу болады. Осылай шығарасыздар. Давайте тағы есептер шығарайық. Мұна есепті қарайық. Үшінші есеп. Y тең косинус 4-ші дәрежелі 3x көбейту арк синус 3x квадрат. Енді бұның туындысы, бұл UV деп аламыз. Мынау U, мынау V деп аламыз.
яғни y штрих бірінші мына косинус төртінші дәрежелі 3х-тің туындысы көбейту арк синус 3х квадраттың өзі болады, плюс косинус төртінші дәрежелі 3х, мынау арк синус х-тің туындысы 3х квадраттың туындысы тең. Мынау 4 алдына түседі. Бірінші 4 косинус куб 3х. Енді косинус 3х-тің туындысы минус синус 3х. Еще 3х-тің туындысы ол 3-ге тең. Көбейту арк синус 3х квадрат плюс косинус 4-ші дәрежелі 3х. Енді арк синус х-тің туындысын табуға қарай. Арк синус х-тікі 1 бөлінген 1 минус у квадрат, у штрихына күрделі функция. Сол кезде у-дің орнында бізде 3х тұр. Сол кезде 1 бөлінген түбір асты 1 минус 3х квадраттікі 9х4. Енді 3х квадраттың туындысы ол көбейту 6х. Енді мынаны ықшамдап жазайық. Мынаны ықшамдап жазайық. Мына жерде минус 12, 3 пен 4, минус 12 косинус куб 3х синус 3х арк синус 3х квадрат плюс 6х косинус 4-ші дәрежелі 3х түбір асты 1 минус 9х4. Енді давайте тағы 4-ші есепті шығарайық. 4-ші есеп тоже күрделі функцияның туындысы y тең логарифм 5-ші дәрежелі х плюс 1 арк тангенс квадрат х куб. Бұны тоже мынаны у деп аламыз, мынаны в деп аламыз. Мынандай у-ның туындысы бар ғой бізде, ол дегеніміз у штрих в плюс у в штрих. Осыған саламыз. Бірінші қараймыз, логарифмнің туындысы қараймыз. Логарифмнің туындысы ол 1 бөлінген у ln a. Сол кезде y штрих 1 бөлінген у, 1 бөлінген у-дің орнында x плюс 1 ln a ln 5. Еще на x плюс 1 туындысы ол 1-ге тең. Оны жазбай ақ қойып, мынаны өзін жазайық. Арк тангенс квадрат х куб плюс логарифм совет жазамыз. Логарифм 5-ші дәрежелі х плюс 1. Енді арк тангенстігін таппаймыз, мына квадраттыр. Квадратын табамыз бірінші. 2 арк тангенс х куб, то есть на дәрежелі функция. Енді арк тангенстің туындысын табамыз. Ол 1 бөлінген 1 плюс у квадрат. Сол кезде көбейту 1 бөлінген 1 плюс у квадрат. У-дің орнында х куб. Х-тің квадраты х6, еще х кубтың туындысы 3х квадрат. Осыны енді ықшамдап жазайық. Мынау үстіне жазылады. Арк тангенс квадрат х куб х плюс 1 ln 5 плюс, мынау 2 көбейтіледі, мына жерде 6х квадрат 6х квадрат логарифм 5 дәрежелі х плюс 1 көбейтілген арк тангенс х куб бөлінген 1 плюс х6. Осындай күрделі функцияның туындысы. Тағы да есептер қарайық. Мына есепті қарайық. 5-ші есеп. Y тең түбір асты x плюс 5-тің кубы көбейтілген арк косинус 4-ші дәрежелі х. Бұл кезде бұны у-ға саламыз. Y штрих. Бізде түбірдің туындысы ол 1 бөлінген 2 түбір асты х. Мына жерде жоқ, оны білеміз. 1 бөлінген. Енді мына жерде бір нюанс бар. Мына жерде бұл дегеніміз түбір емес. Жарайды, түбір қылып тастай салайық. Мынаның 3-ден 2-ден 3 дәрежесі. Бұл кезде алдына түседі. 2-ден 3 дәрежесі x плюс 5-тің, мынау 2-ден 3-ден 1-ді алғанда
Ол бізде 2-ден 1 дәрежесі болады. Көбейту еще x плюс 5-тің туындысы ол 1-ге тең. Арк косинус 4-ші дәрежелі x плюс, мынаны жазайық сол беті. X плюс 5-тің 3 дәрежесі. Енді мына жерде бірінші дәрежелі функцияны аламыз. 4 арк косинус куб x көбейту, енді арк косинус x-тің туындысы мына арк косинус минус 1 бөлінген u квадрат. Минус 1 бөлінген 1 минус мына жерде x квадрат тең. Сөзінен жазсақ 2-ден 3 түбір асты x плюс 5 арк косинус 4-ші дәрежелі x плюс минус болады, мына минуспен. Бізде 4 түбір асты x плюс 5-тің кубы арк косинус куб x бөлінген түбір асты 1 минус x квадрат. Енді келесі есепті жазайық, кішкене күрделі. Бәрі күрделі функциялардың туындысы y тең. Гиперболический тангенс дейді. Куб 5x көбейтілген арк протангенс 2x минус 5. Тоже бұл u бөлінген v. Y штрих. Енді куб алдына түседі. Бірінші дәрежелі функция. th квадрат 5x. Одан th-ның туындысы қарайық. Ол 1 бөлінген ch квадрат x. 1 бөлінген ch квадрат 5x. Бұл жерде еще біз 5x-ның туындысын табамыз. 5 көбейту арк тангенс 2x минус 5. Одан кейін u сол бет жазылады. th куб 5x көбейту арк котангенстің туындысын қарайық. Арк котангенс минус 1 бөлінген u квадрат. Минус 1 бөлінген 1 плюс 2x минус 5-тің квадраты. Көбейту. Енді 2x минус 5-те күрделі функция. Бұл 2-ге тең. Енді мынаны дұрыстап жазатын болсақ, 5-ге 3 көбейтіледі. 15 th квадрат 5x арк тангенс 2x минус 5 ch квадрат 5x минус 2x th куб 5x. Мына жерде мынаны ашпай ақ қоюға болады, сол беті қалдыраса болады. 1 плюс 2x минус 5-тің квадраты. Осылай қалдырамыз. Енді тағы бір функцияны қарайық, күрделі функция. Онысы мынау бөлу y тең 7-ші есеп. e минус тангенс x 4x квадрат плюс 7x минус 5. Мына функцияның туындысы y штрих, бұл u бөлінген v. u бөлінген v дегенді білесіздер. u бөлінген v-ның туындысы ол u штрих v минус uv штрих v квадрат. Осы формулаға саламыз. Бірінші астында квадраты 4x квадрат плюс 7x минус 5-тің квадраты. Енді мұнаның туындысы. Бұл ex-тің туындысы. ex-тің туындысы мынау ex-тің өзі. e минус тангенс x. Енді тангенс x-тің туындысы. Тангенс x 1 бөлінген косинус квадрат x. 1 бөлінген косинус квадрат x. Көбейтілген мұнау 4x квадрат плюс 7x минус 5 минус формула бойынша u-дің өзі e минус тангенс x. Енді мұнаның туындысы бұл 8x плюс 7. Енді ықшамдап жазатын болса, мынау ортақ жақшаның алдына шығарып жіберуге болады. e минус тангенс x. Мынау деген
4x kvadrat plus 7x minus 5 bölüngen kosinus kvadrat x minus 8x minus 7. Aslında 4x kvadrat plus 7x minus 5'tin kvadratı. Осы сияқты ұлғына туындысын енді мынаны қарайық. 8-ші есепті қарайық. Y тең тангенс 4-ші дәрежелі 3x, оның негізді логарифм x квадрат минус x плюс 4. Мына ұлғыға саламыз. Y штрих. 4 туындысы 4 алдына түседі. Тангенс куб 3x. Енді тангенс x-дің туындысы білеміз. Ол 1 бөлінген косинус квадрат 3x. Енді 3x-дің туындысы 3. Көбейтілген мынау логарифм x квадрат минус x плюс 4. Формула бойынша минус. Енді мынаны сөбет жазылады. Тангенс 4-ші дәрежелі 3x көбейту. Енді логарифмнің туындысы ол 1 бөлінген u ln u. U-дің орнында мынау сол жерде 1 бөлінген x квадрат минус x плюс 4. Мына жерде 10-ші дәрежелі ln 10. Еще мына ішінің туындысы 2x минус 1. Бөлімінде мынаның квадраты логарифм квадрат x квадрат минус x плюс 4. Енді мынаны ықшамдап жазатын болсақ, мынау үстіне көбейтіледі. 4 көбейту 12 тангенс куб 3x логарифм x квадрат минус x плюс 4 бөлінген косинус квадрат 3x минус тангенс 4-ші дәрежелі 3x көбейтілген мынау ln 10. ln 10-ды алдына жазуға болады. Минус ln 10 сан ғой. 2x минус 1. 2x минус 1. Мына жерге сыймайын қалды. Бөлінген x квадрат минус x плюс 4 бөлімінде мынау логарифм квадрат x квадрат минус x плюс 4. Осылай жазасыздар. Енді 9-да 39-ші есепті қарайық. Тоже бөлуге арналған. Y тең 5-ші дәрежелі түбір ch 3x бөлінген арк тангенс x плюс 2 дейді. Енді бұл UV-ға бөлінген y штрих тең. Үлкен болады жаңағы симайға. Мынаның квадраты астында арк тангенс квадрат x плюс 2. Енді 5-ші дәрежелі түбір ол алдына шығады 5 тең 1. СХ 3x-тің минус 5-тен 4 дәрежесі. Минус 4 демек. СХ 3x-тің туындысы неменеге тең? Мынандай CH 3x көбейту 3x-тің туындысын табамыз. Көбейтілген мынау арк тангенс x плюс 2. Формула бойынша минус. Мынаның өзі де жазылады. 5-ші дәрежелі СХ 3x көбейту. Енді арк тангенстікі 10 күн білеміз. Арк тангенстікі мына 1 плюс 1u квадрат. 1 плюс x плюс 2-нің квадраты. Енді x плюс 2-нің туындысы ол 1-ге тең. Жазбай ақ қоюға болады. Енді ықшамдап жазсақ 5 тең 1. Мынау астына түседі. Бұлай жазуға болады. 5-ші дәрежелі түбір CH-тің 4-ші дәрежелі 3x көбейтілген мына жерде 3 алдына түседі. 3
CH 3x arc tangens x plus 2 arc tangens minus бесінші дәрежелі ch 3x мынаны ашатын болсақ мына жерде x квадрат мына жерде 4x мына жерде 4 мынамен 5 болады плюс 5 бөлінген арк тангенс квадрат x плюс 2 осылай шешіледі екен. Енді давайте тағы бір есеп шығарайық. 10-шы есеп туындыға байланысты. Y тең 4-ші дәрежелі логарифм 3x плюс 7 бөлінген x минус 5-тің кубы. Енді жаңа ұвыға саламыз. Y штрих тең. Мына жерде x минус 5-тің 6 дәрежесі болады, квадратталады. Мына жерде 4 логарифм туындысы бұл бізде мынау. 1 бөлінген u ln 1 бөлінген 3x плюс 7 ln 10 еще мынау 3x плюс 7-тің туындысы 3 көбейтілген x минус 5-тің кубы формула бойынша минус мынау сөбет жазады 4 log 3x плюс 7 енді x минус 3-тің 5 дәрежесі деген 3 алдына түседі x минус 5-тің квадраты x минус 5-тікі ол 1-ге тең. Бұны түрлендірсек мына жерде 10 x минус 5-тің кубы бөлінген 3x плюс 7 ln 10 минус мына жерде 4 пен 3 көбейтіледі 12 lg 3x плюс 7 көбейтілген x минус 5-тің квадраты бөлінген x минус 5-тің 6 дәрежесі. Осылай шығарамыз. Енді қарайық. Бізде натурал логарифм деген бар. Натурал логарифм деген бар. Мынаны өшіре берейік. Бізге жанаман керек екен ол қазір. Жанамамен нормаль түсті. Жанамамен нормаль түсті. Кейінгі кездесер жанамамен нормаль. Енді қарайық, мынаны өшіре берейік. Келесі есепте натурал логарифм деген бар. Соны пайдаланамыз. Бізде мынандай функция бар. Бізде мынандай функция бар. Мынандай есептерді қалай шығарамыз деген сұрақ болады. Y тең CH 3x arc котангенс 2x. Мынаған да келмейді. Мынаған да келмейді. Мынаған да келмейді. Өйткені мынаған келейін десе мынандай функция тұр. Мынаған дейін десе n-нің орнында мынау тұр. Сондықтан мынаны екі жағында, мысалы біз y тең x квадраттың туындысын табамыз ғой. Онда y штрих дейміз. Мына жағын y штрих дейміз, мынаны 2x дейміз. По идее 2x x штрих дейміз. x штрихтің туындысы 1-ге тең, сондықтан 2x тұрады. Күрделі функция деп барасыз. Енді ол үшін осындай түрдегі функцияны екі жағында натурал логарифм дейміз. ln y ln біз мектепте істейміз ғой. 3x arc тангенс 2x натурал логарифм дедік. Енді екі жағынан туынды аламыз. Мысалы ln y-тің туындысы, мысалы ln x-тің туындысы, мысалы ln x-тің туындысы бізде табличный. Оның туындысы ол 1 бөлінген x көбейту x-тің туындысы дейді, күрделі функция деп алсақ. Сол кезде 1 бөлінген x, x-тің туындысы 1 болады. Сондықтан ln y-тің туындысы ол 1 бөлінген y, еще y-тің туындысы y штрих. Бұдан
мынаны біз оны жазбас бұрын мынаны біз логарифмнің қасиеті бойынша былай жазып аламыз. Дәрежені алдына түсіріп жібереміз. Арктангенс 2х ln ch шекстің осылай түсіріп аламыз. Енді осын uv-ға саламыз. Арктангенстің туындысын білеміз. Арктангенс u-дің туындысы ол бізде 1 бөлінген 1 плюс u квадрат u штрих. Соған саламыз. Сол кезде болады 1 бөлінген 1 плюс 2х-тің квадраты 4х квадрат көбейту 2х-тің туындысы ол 2-ге, мынау ln сөбет жазыламыз. ln ch шекс плюс мынау сөбет жазылады. Арк тангенс 2х ln туындысын білеміз, мына жерде тұр. 1 бөлінген ch шекс. Енді мына ch-тің туындысы ол бізде ch-тің, мен ұмытып қалдым, қазір қарап алайын. ch-тің туындысы бізде мынандай u дегенде u-дің орнында 3х көбейту х-тің туындысы 3. Осылай қараймыз, осылай табамыз. Енді y штрих. Бұдан бізге керек y штрих қой. Мынау y пропорция ретінде көбейтіледі. Y дегеніміз не? Мынаның өзі. ch3x арк тангенс 2х. Сол кезде мынау болады 2 ln ch x мына жерде 1 плюс 4х квадрат плюс 3 арк тангенс 2х көбейту ch x осындай теңдікке келеміз. Давайте тағы осыған ұқсас бір есепті шығарайық. Көк цветпен белгілейін. Y тең логарифм 8х плюс 3-тің тігі 5х дәрежесі. Осын туындысын. Бірінші екі жағында натурал логарифм дейміз. ln y ln lg 8х плюс 3-тің мынаның тангенс 5х дәрежесі. Мына логарифмнің қасиеті бойынша алдына түсіріп жүреміз. Тангенс 5х көбейту ln lg 8х плюс 3. Енді осын туындысынамыз. ln y-тікі 1 бөлінген y көбейту y штрих тең. Мына тангенс 5х-тікі ол 1 бөлінген косинус квадрат 5х, еще 5х-тікі 5 көбейту ln lg 8х плюс 3 плюс, мынаның өзін жазамыз, тангенс 5х көбейту натурал логарифмдікі 1 бөлінген х lg 8х плюс 3. Одан кейін lg-ның туындысы бізде жазып қояйық. Логарифм ax-ның туындысы ол 1 бөлінген x ln a. Сол бойынша бұныкі мынаның туындысы, мынаның туындысы. Мына жерде мынаның туындысы ол 1 бөлінген x-ның орнында 8х плюс 3 көбейту ln 10. Еще на 8х плюс 3-тікі ол 8. Енді қарайық, бізде y штрих деген, y деген не ол? Y деген мынау. Y деген мынау. Осыдан, мына жерден y штрих деген болады. Мынау пропорция ғой. Былай y көбейтіледі. Y көбейтіледі. Y дегеніміз мынау. lg
8x плюс 3'тің тангенс 5x дәрежесі көбейтілген. Мынаны дұрыстап жазайық. 5 ln lg 8x плюс 3 бөлінген косинус квадрат 5x плюс мына жерде 8 тангенс 5x астында ln 10 8x плюс 3 көбейту lg 8x плюс 3. Осылай шығарасыздар. Бұл натурал логарифмде. Бұл мектепте сіздер өткен жоқсыздар. Осыны осылай шығарасыздар. Енді давайте келесі есепті қарайық. Ол мына есеп. Жаңағы бұл арнайы түрдегі есептер ғой. Біз нешінші есеп жарайды. Мынандай есеп. Y тең 5-ші дәрежелі түбір x плюс 2-нің кубы x минус 1-дің 4 дәрежесі x минус 3-дің 5 дәрежесі. X минус 3-дің 5 дәрежесі. Давайте бұны дұрыстап жазып алайық. Егер натурал логарифмді пайдалануға болады, или давайте дұрыстап жазайық бірінші. Бұны x плюс 2-нің 5-тен 3 дәрежесі x минус 1-дің 4 дәрежесі x минус 3-дің 5 дәрежесі. Мынаны увға саласыңдар, мынаның өзін тағы туындысыңдар, ұзақ. Сондықтан мынаған натурал логарифмді пайдалануға болады. Екі жағында логарифм дейміз. ln x плюс 2 5-тен 3 дәрежесі x минус 1-дің 4 дәрежесі x минус 3-дің 5 дәрежесі. Енді мынаның логарифмнің қасиеті бойынша мынаны бөліп алуға болады. ln x плюс 2-нің 5-тен 3 дәрежесі минус ln x минус 4-тің 4 дәрежесі көбейтілген x минус 3-тің 5 дәрежесі. Мынаның өзін біз тағы жіктеп алуымызға болады. Тең 5-тен 3 алдына түседі. 5-тен 3 ln x плюс 2-нің осы дәрежесі. Мынаның өзін минус 4 алдына түседі. Бұлай жазуға болады. ln x минус 4 плюс, көбейту болса плюс қой, 5 алдына түседі жаңағыдай дәрежесі сияқты. ln x минус 3. Осылай жазып алуға болады. Енді осындай үш қосылғышқа жасау болады. Енді ln y-дің туындысы ол 1 бөлінген y штрих тең. Мынаның туындысы 5-тен 3. ln-дікі 1 бөлінген x. Яғни 1 бөлінген x плюс 2. Мына жерге жазып қояйық. ln-нің несін туындысын. ln x-дің туындысы u дейік. Ол 1 бөлінген u штрих. Осы сияқты. Мынау x плюс 2-дің туындысы ол 1-ге тең. Минус 4. Мынаның туындысы 1 бөлінген x минус 4 плюс 5. 1 бөлінген x минус 3. Бұдан y деген не ол? Y дегеніміз ол мынау. Или мынау бәрібір. Сол кезде y штрих тең. Мынау y былай көбейтіледі ғой. 5-ші дәрежелі түбір x плюс 2-нің кубы бөлінген x минус 4-тің 4 дәрежесі x минус 3-тің 5 дәрежесі көбейтілген. Мынау 3 бөлінген 5 x плюс 2 минус 4 бөлінген x минус 4 плюс 5 бөлінген x минус 3. Яғни, мынауымыз бізде жеңіл шықты. Сол кезде бүгін үйрендік күрделі функциялардың туындысы және логарифмдік дифференциалдау дейді, туындылау дейді. Жақсы, келесі сабақта біз тағы да күрделі функциялардың туындысын қараймыз. Және айқындалмаған функцияның туындысы, параметрлік берілген функцияның туындыларын
қарастырамыз.